Қайырлы кеш, қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Қазақстанның 35 жылдық ұры-қары жүйесінің кесірінен шет елге қаңғып кеткен қазақ қызы Кореядағы Ая әпкемізге видео үндеу жасағым келіп отыр. Себебі ол кісі еліміздегі болып жатқан саяси науқанға өз көзқарасын білдіре отырып, кейбір жаңағы кісілерге тіл тигізіп отыр екен. Менің парақшам базарный бабалардың, шапанына симай отырған саудагерлердің және де мысықша баспана іздеп қаңғып кеткен сіркелер мен биттердің тағдырын талқылайтын парақша емес. Менің парақшам саяси көзқарасты да талқылайтын парақша, және мен Қазақстан Республикасының азаматшасы ретінде еліміздегі болып жатқан саяси науқан, құрылтай туралы және құрылтайға депутаттық мансапқа жаңағы бәсекеге түсіп жатқан Аша Матайға қолдау білдіретінім туралы жаңағы өзімнің азаматтық құқымды пайдалана отырып, Аша Матайды депутаттыққа әбден лайықты деп видео үндеу жолдап жатыр екен. Сол кісіге айтқым келгені, себебі видео үндеуінде таяқтың бір ұшы біздерге тиіп кетті. Мысықша баспана іздеп қаңғып кеткен бит пен сіркелер деп бізге де айтып отқан секілді. Сондықтан Аяқ ханымға айтайын деп отырмын. Иә, сіз Қазақстан Республикасының азаматы ретінде елдегі ішкі саясатқа араласуға әбден құқылысыз. Бірақ саяси науқанда қалаулымнан шыққан элитный экскорттар депутат болуға лайықты деген көзқарасыңызға мен өзімнің қарсы пікірімді айтып жатырмын. Себебі мен балаларымның болашағын қалаулымнан шыққан элитный экскорттарға тапсыра алмайды екенмін. Ақ үйдегі мінбер ол қалаулым емес, ол халықтың қамын ойлап, жынысына, жасына қарамай теке тіресіп, халықтың мүддесі үшін күресетін жер, қызмет ететін жер. Аша Матай кешегіде бір заңға дұрыс жауап бере алмай, мен жаңағы өзімнің тәрбиеме байланысты ол кісілерменен жаңағы пікір таласқа бара алмаймын. Мен қазақтың тәрбиелі қызымын дейді. Ақ үйдегі мінбер ол халықтың аманатын орындайтын жер. Ол жерге барып жаға жыртысып тұрып, халықтың мүддесі үшін жұмыс жасайтын жер. Ол жер қалаулым емес. Көзің сұлу, өзің сұлу, немесе көкең бар, немесе жәкең бар, немесе жасы үлкен, немесе жынысы басқа деген талқылайтын жер емес. Ол жерде елдің аманатын атқаратын жер. Сондықтан жаңағы базарный бабалар, қаңғып жүрген бит пен сіркелер деген әңгімені тоқтатыңыз. Саяси көзқарасыңызды дұрыстап айтыңыз. Мен қалаулымнан шыққан элитный экскорттарға, яғни Аша Матайға қазақ елінің жастарының болашағын тапсыра алмайды екенмін. Шымшық сойса да қасабы сою керек. Ел тағдыры ойыншық емес, түсініңіздер ма? Біледі екенмін, сөйлейді екенмін деп тілдеріңізбен жан жақты сыпырудың қажеті жоқ. Саяси көзқарастың да орны болады. Білмей тұрып, көзіменен сөзіне немесе көркіне шапаны жауып сыйлауды қойыңыздар. Аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін деген заман бітті, Аяқ ханым. Жаңағы Мадина деген шапан сататын қызға да тіл тигізіп отырсыздар да. Тоқтатыңыздар. Анау 5 сантиметр тілдеріңізді сала құлаш қылып, бастарыңыз симайтын жерге мұрындарыңызды сұқпай. Құрылтай, депутаттық, ол ойыншық дүние емес. Ол халықтың аманатын орындайтын жер. Ол жерге кісіменен пікір таласқа шығып, жаға жыртысып, халық үшін, халықтың мүддесі үшін күрес алмайтын адамдарға орын жоқ. Мәдениеттеріңізді, тәрбиелеріңізді бірінші үйлеріңізде, жаңағы құрметтеріңізді үйлеріңізде жасаңыздар.
Ол жерде жаға жыртысып тұрып, халықтың мүддесі үшін күресіп, халыққа жағдай жасайтын жер. Жетер 35 жылдан бері өзі жақсы, көзі жақсы, көкесі бар, дүниесі бар деп депутаттыққа апарып, өңшең тауықтың боғы ұқсап 148 депутатты асырап, халықтың мүддесі үшін күреспей, барлығы бір уақытта, бір мезетте, бір дауысты беріп, 35 жыл халықтың мүддесіне еш нәрсе шешілген жоқ. Сондықтан Аша Матай сұлу екен, немесе көкесі бар екен, жәкесі бар екен деген дүниені тоқтатыңыздар. Элитный экскорттарға халықтың аманатын орындайтын жерде орын жоқ. Сосын Ая ханым, тілім бар екен деп, жан-жақтың барлығын жайпамай жайыңызға отырыңыз. Бәріміздің де тіліміз бар. Қазақтың қыздарына базарда отырып бала асырайды ма, немесе шетелде жүріп, өзіңіз құсап қаңғып жүріп бала асырайды ма, ол әрқайсысының тағдырына, маңдайына жазған тіршілігі. Ерсайдың сөзін сөйлейміз деп, Қазақстандағы қазақтың демографиясына үлес қосып отырған, қазақтың қара еңбекпен баласын тәрбиелеп отырған Мадина секілді қыздарға тіл тигізуді тоқтатыңыз. Бәріміздің де тіліміз бар. Сіздің балаңыз жоқ шығар елде, демографияға үлес қосып отырған. Ол елде отан қорғайтын менің және Мадинаның баласы бар. Тіліңізді тоқтатыңыз. Мадина маған ешкім емес, бірақ сала құлаш тіліңізді тоқтатыңыз. Мен және Мадина баласының болашағын қалаулымнан шыққан Аша Матай секілді элитный экскорттарға тапсыра алмайды екенбіз. Именно Ая ханым, сіздің және Ерсайдың елде отан қорғайтын ұлы жоқ. Ал менің және Мадинаның елде отан қорғайтын ер азаматтары бар. Сондықтан біздің балаларымыздың болашағына Аша Матай секілді элитаның экскорттарын отырғыза алмайды екенбіз. Тілдеріңізді тартыңыздар. Мадинаны жан-жақтан жайпап баратсыңдар. Базарный баба, біле білсеңіз, сол Ерсайыңыз сіздің ақшасы бар екен, Ерсайдың көтіне күлденеңнен кіріп кетейін деп отырсыңдар. Тоқтатыңдар, сырттан келіп алып қазақтың қыздарына мысқылмен қарап, әлім жеттік істеп, дүниелерің бар шығар, бірақ халықты елге қосқан үлестерің жоқ. Біз елде отырып, елдің болашағына ерлерді туып беріп отырған сол елдің кіндік қаны тамған қазақтың қыздарымыз. Бір емес, екі емес. Мен базарный бабалар құсап сөйлемеймін деп, дәл базардан бәтар болып отырсыз, Ая ханым. Жоқ әлде Мадинаның сөзін сөйлейтін адам жоқ деп отырсыз ба? Тоқтатыңдар еркеліктеріңді, әкелеріңе барып жасаңдар. Елге келіп алып, біздің халық, еліміздің қазақтың қыздарына мысқылдап, мінездеріңізді көрсетіп, болар емессіздер. Ерсайда базарный баба, біле білсеңіздер, сол базардың арқасында, сауданың арқасында Ерсай болып отыр. Бір емес, екі емес, қойшы, араласудың қажеті жоқ десек, Мадинаны кәдімгі шапанымен, қазақтың ұлттық киімі, біле білсеңіздер ол. Тілдеріңізді тартыңыздар. Біз бір-біріміз үшін сөйлеуге де құқымыз бар.